Сәлеметсіздер ме? Мен анатомия физиология пәнінің оқытушысы Бекетаева Фариза Қанатқызы. Бүгінгі тақырыбымыз тамақтану физиологиясы, дәрумендер. Тамақ ішу ішкен астың ішек қарында қорытылуы және сіңуі өте күрделі процесс болып табылады. Ас құрамындағы қоректік заттар адам денесіндегі тіндердің жаңаруын, жасушалардың түзілуін, адамның өсіп өнуін қамтамасыз ететін құрылыс материалдары болып табылады және күнделікті тіршілікке қолданатын энергияның көзі. Демек, осы аталған қоректік заттар адам организміне күнделікті белгілі бір мөлшерде түсіп отыруы шарт. Олай болмаған жағдайда организмнің гомеостазы бұзылып, тіршілікке қауіп төнеді. Осы тамақтануды зерттейтін ғылымды біз нутрициология деп атаймыз. Жалпы тамақтану ұғымына тоқталсақ, тамақтану адам ағзасында қуат шығынының орнын толтыруға, қажетті қоректі заттармен қамтамасыз етуге бағытталған процесс болып табылады. Яғни осы процесс арқылы біз ағзамызға қажетті барлық био-микроэлементтер мен витаминдерді алып отырамыз. Тамақтану арқылы денсаулығымызды нығайтамыз, өмір сүру қабілетімізді сақтап қаламыз. Жалпы тамақтану негізінен екіге бөлінеді: эндогенді тамақтану және экзогенді тамақтану. Экзогенді тамақтану дегеніміз қоректік заттарды сыртқы ортадан алу, яғни бұл күнделікті біздің тамақтануымыз жатады. Ал эндогенді тамақтану дегеніміз ағзамызда қор ретінде жиналған май және белок, көмір, су сияқты қоректік заттардың қорын пайдалануымыз эндогенді тамақтану болып табылады. Тағамдық заттардың құрамындағы қоректік заттарға май, белок, көмір, су, витаминдер, су және минералды заттар жатады. Негізінен нутрициологтардың кеңесі бойынша балалар мен жасөспірімдері дұрыс тамақтануды қолға алған жөн. Себебі балалар мен жасөспірімдердің организмінде күнделікті өсіп өнуіне қажетті витаминдер мен микроағзалар түсіп тұруы шарт. Негізгі тамақтану мезгілі үшке бөлінеді. Бірінші, таңертеңгі ас. Таңғы ас рационының 25%-ын құрайды. Міндетті түрде таңғы асқа бізде дәнді дақылдардан жасалған ботқа, сүт өнімдері, сонымен қатар нан және жұмыртқа мен ірімшік пайдалану маңызды болып табылады. Біз таңғы асты қабылдау арқылы күні бойы тәбетімізді ретке келтіреміз, сонымен қатар қандағы қант деңгейін тұрақтандырамыз. Екінші, бізде түскі сағат 1 мен 2 арасында біз түскі ас қабылдауымыз шарт болып табылады. Түскі ас жалпы ас рационының 35-40%-ын құрайды. Негізінен түскі асқа ет, балық өнімдерін, сорпа және көкөністерден жасалған жеңіл салаттарды қабылдау керек. Үшінші, бізде кешкі ас. Кешкі ас жалпы ас рационының 15-20%-ын құрайды. Негізінен кешкі асқа, асқазанға ауырлық түсірмейтін, тез қорытылатын өнімдерді пайдалану керек. Осы аталған негізгі тамақтану арасында бізде міндетті түрде аралық тамақтану немесе тіске басарлар бар. Негізінен көбіне аралық тамақтануға біз шырын, айран немесе жеміс-жидек, сонымен қатар кептірілген жеміс-жидектерді пайдалануымызға болады. Және де біз дұрыс тамақтану пирамидасын талдайтын болсақ, пирамидамыздың негізін, яғни көп бөлігін бізде бидай өнімдері мен дәнді дақылдардан жасалған ботқалар құрайды. Екінші бөлімін бізде көп жағдайда көкөністер мен жеміс-жидектер. Үшінші бөлімін бұл жерде май өнімдері, сары май, сүт, ірімшік және де ет пен балық өнімдері құрайды. Және де ең жоғарғы аз ғана бөлігін бұл жерде көбіне қант және тұзды тағамдар құрайды. Витаминдер дегеніміз ағзаның тіршілік әрекетіне қажет төмен молекулалы органикалық заттардың жеке тобы. Негізінен витаминдердің қызметтері: бірінші, ол ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетін жоғарылатады. Екінші, жұмысқа қабілеттілікті арттырады. Сонымен қатар ферменттердің құрамында болып, биохимиялық және де физиологиялық процестерге қатысады. Төртінші, амин қышқылдарының, майлардың, гормондардың синтезделуі мен ыдырауына қатысады. Витаминдерді ең алғаш 1880 жылы орыс дәрігері Лунин ашты. Негізінен витаминдер екіге жіктеледі: майда еритін витаминдер және суда еритін витаминдер. Майда еритін витаминдерге А, Д, Е және К витаминдер жатады. Суда еритін витаминдерге С витамині, ПП витамині және В тобының витаминдері жатады. А витамині ретинол
зат алмасу процесін реттейді, ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетін жоғарылатады. Негізінен бұл витамин жеткіліксіздік кезінде шаштың түсуі, терінің құрғауы, тырнақтың сынғыштығы, сонымен қатар көздің көру өткірлігі төмендейді. А витамин жеткіліксіздік кезінде ақшам соқыр ауруы пайда болады. Яғни бұл витамин көбіне кешкісін ымырт түскенде адамның көру қабілеті нашарлайды. А витамин негізінен қызыл сары түсті жемістер мен көкөністерде болады. Мысал ретінде қызанақ, асқабақ, сәбіз және тағы басқа. Негізінен А витаминінің тәуліктік мөлшері 2,5 және 10 мг. Д витамині кальциферолдар ішекте кальций мен фосфор тұздарының сіңуін реттейді, сонымен қатар сүйекте кальций фосфатының жиналуына әсер етеді. Д витамині жеткіліксіз болса, организмде рахит ауруына шалдығады. Рахит ауруының белгілеріне шаштың түсуі, дұрыс өспеуі, сонымен қатар сүйектердің майысқақ болып келуі және қисық болып келуімен сипатталады. Д витамині негізі күннің ультракүлгін сәулесінен адам терісінде өндіріледі. Д витаминінің бір күндік мөлшері, тәуліктік мөлшері 2,5 мг болып табылады. Д витамині негізінен бауырда, сары майда және балық өнімдерінде көптеп кездеседі. Е витамині токоферолдар. Е витамині негізінде жыныс ағзаларының қызметін реттеуге қатысады. Егерде Е витамині ағзада жеткіліксіз болса, ерлерде көп жағдайда жыныстық қабілетінің төмендеуі, сонымен қатар гормондардың дұрыс бөлінбеуімен сипатталады, ал әйел адамдарда көп жағдайда бедеулікке алып келеді. Негізінен Е витамині балық майында, зәйтүн майында, сонымен қатар жұмыртқаның сарысында көп кездеседі. Осы Е витаминінің тәуліктік мөлшері 20 мг болып. С дәрумені аскорбин қышқылы ағзада жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетін жоғарылатады. Негізінен бұл витаминге қыс және көктем айларында қажеттілік жоғарылайды. С витамині көбіне қырыққабатта, болгар бұрышында, сонымен қатар жаңа піскен көкөністер мен жемістердің құрамында көп болады. Тәуліктік мөлшері 60 және 100 мг. ПП витамині негізінен ағзадағы қан тамырлардың өткізгіштігін төмендетеді. Сондықтан гипертониялық ауруды емдеуде кеңінен қолданылады. Бұл витаминдер негізінен бауырда, жер жаңақта, нанда көп болады. Тәуліктік мөлшері 15 және 25 мг. В тобының витаминдері. В1 витамині тиамин зат алмасуға, жүрек және жүйке жүйесінің қызметіне қатысады. Бұл витамин жеткіліксіздік кезінде жүйке жүйесінің аурулары пайда болады. Негізінен сүт өнімдерінде, жұмыртқада, жемістерде болады. Тәуліктік мөлшері 2 және 3 мг. В2 витамині жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді, көздің көру қабілетін жоғарылатады. Егер бұл витамин жеткіліксіз болса, еріннің қанағыштығы және де жарақаттардың ұзақ жазылуы байқалады. Көбіне сүт өнімдерінде, сонымен қатар бауырда көп кездесетін витамин түрі. Жалпы ағзада витаминдердің концентрациясының бұзылуын біз 3 түрлі патологиялық жағдай байқалады. Біріншісі гиповитаминоз, бұл витаминдердің ағзада жетіспеушілігі. Екіншісі гипервитаминоз, бұл кезде ағзада витаминдердің шамадан тыс көп болуы, және авитаминоз ағзада витаминдердің мүлдем болмауының нәтижесі болып табылады.